Ассалаумағалейкум ағайын, бұл әдемі бағдарлама. Сіздермен бірге мен Батыржан Ибрагим және бүгінгі біздің қонағымыз дзюдошы, көп баланың әкесі, өмірге әрқашан позитивпен қарайтын красавчик Бауыржан. Бауыржан, бағдарламаға қош келдіңіз. Біріншіден сізді шын жүректен құттықтаймын. Жақында ғана ұлды болдыңыз. Ұлыңыздың атын кім қойды, кім деп қойдыңыздар, дүниеге қай күні келді? Аллаға шүкір, Алла нәсіп еткені алтыншы ұлым. Есімін Мұстафа деп қойдық. Тамаша. Осы дүйсенбі күні, яғни өзі Мұстафа есімі де Мұхаммед пайғамбардың есіміне сәйкес болып, және туылған күні де дүйсенбі күні екен. Мұхаммед пайғамбардың дүйсенбі туылып, дүйсенбі қайтыс болған екен. Сол кісінің есімімен, сол кісіге мінез құлық жағынан кішкене ұқсасын деп қойып бір сол жағынан әрекет қылдық. Есімін әкем қойды. Көп ойланбастан бір-екі нұсқасын таңдады. Өйткені ұлдардың ішінде үшінші ұл болғаннан кейін өзі өте дұрысы Мұхаммед пайғамбарымыздың есімімен қойғанды абзал болады екен. Енді бізге осы Қазақстан тәуелсіз мемлекетінде өмір сүріп жатқан, алдымызда ата-бабаларымыз өмір сүрген қазақ жұртына тән нәрсе көп балалы болу негізі. Енді сырттан келген әсердің бір белгілерінен ба осындай бір түсініктер қалыптасып жатыр. Европалық бағытта, шығыстық бағытта, батыстық бағытта, яғни. Бұл енді шын айтсам бір әлсіздіктің бір түрі шығар, жастардың арасында жүріп жатқан. Өйткені 6 баланың өзі негізі көп деп айтуға болмайды. Басқаларына көп сияқты көрінеді, бірақ негізі ол көп емес. Егер мысалы бір 10 баладан бастап жоғары кетсе, көп деп соны айтады негізі. Өйткені барлықтарын білеміз, кезінде апаларымыз, әжелеріміз қалай болған, жоқшылық замандарда да әр баланың өзін берекетімен береді ғой Алла тағала. Бір бұрыш кішкентай бір шақалаққа табылмай ма деген сұрақ. Сондықтан ол ертең еркектердің де бір сылтаулары бар қазір. Мен ертең өмірден өтіп кетсем, оны кім асырайды? Ертең жоқшылық болып қалса, ертең обалына қалам ба деген сияқты, ол болмайтын бір әңгімелер ғой негізі. Өйткені адам тірі болғаннан кейін өзінің тағдырына жазған ризығы бар. Ол 10 баламен кедей бола ма, 1 баламен кедей бола ма, ол баланың саны ешбір несі жоқ, байланысы жоқ. Отбасында бала тәрбиесінде, қыз бен ұлдың тәрбиесіне көбірек кім жауапты болу керек? Негізі екеуміз де жауаптымыз. Бірақ анасы болғаннан кейін көбірек уақытты анасы өткізеді жандарында. Өйткені сыртқы жұмыстар, сыртта асырау бағытында сыртта көбінесе мен жүрем. Үйдің ішінде анасы бақылайды. Яғни анасы жұмыс істемейді. Жұмысты енді барынша өзім істеуге тырысамын. Отбасындағы әкенің бойында қандай қасиеттер болу керек? Енді еркелету жағынан әкелер негізі озып кеткен ғой. Өйткені күні бойы өзі баламен отырмағаннан кейін бала әбден сағынып күтіп отырады. Кешке қарай келесіз үйге жұмыстан кейін. Балалар күні бойы не істегенін сізге баяндап, сіздің күткеніңізді, сізден жағдайыңызды сұрап, әңгімелескісі келіп отырады. Кішкене шаршап тұрсаң да әйтеуір бір әңгімелесіп, кішкене жағдайын білуге уақыт болады. Яғни бұл кешкі байланыс, кешкі диалог арқылы бала енді күні бойы сағынғаннан кейін, ол әкесін күткеннен кейін әрине ол әкесін жақын болады. Өйткені ұйқыдан тұрғаннан кейін анасы оны ұрсады. Бала қателіктер, еркелікпен жаңағыдай неше түрлі үйді бүлдіріп қойған нәрсесімен анасын ұрыс естейді, ал әкесіне ұрыс естімейді. Былайша айтқанда. Содан кейін кешке қарай келесіз енді. Жұмыстан келгеннен кейін жайға құрбос келмейсіз ғой мысалы. Анамнан алып келесіз деген сияқты. Сондықтан жалпы әсіресе ұл баладан қарағанда қыз бала әкеге жақын болатын сияқты. Қыз бала нәзік. Ол жаңағыдай бір назарды өзіне көп талап етеді. Сондықтан оны әкеге көбірек бере алады қыз балаға. Жанын алып ұйықтайсыз, оны еркелетесіз. Ұл баланікі кішкене басқаша. Онымен сіз ойнау үшін біраз күш жұмсау керек, уақыт жұмсау керек. Біраз онымен ит болып, ат болып ойнау керек деген сияқты. Оған сіз жұмыстан кейін оған көп мән бере алмайсыз. Сылтау іздейсіз. Бірақ қыз балаға келген кезде қыз баламен көбірек сөйлесу,
диалог жағынан қыз бала мен әкеге де қызға да бір-біріне бере алатын нәрсесі көп та негізі. Мен өзім мысалы қыз балаға басқаша қараймын. Өйткені әсіресе оның енді қыз баланы тәрбиелеу қиын деп атады ғой. Әсіресе оның жауапкершілігі көбірек та негізі. Басында онша білінбегенмен негізі өскен сайын қиындай түседі. Өйткені уайым, бәрімізде сол бір уайым. Ертеңге қайда түсер екен, күйеу бала қандай болады екен, ата-енесімен қалай болады екен, соған сайғып қалай тәрбиелеуге болады бұны. Барлықтарымыз уайымдайтынымыз осы. Балаларым енді үлкенім 9-дан асты, сондай кішірек те балаларым. Сондай бір қатты тәжірибе жоқ тәрбие беруден. Өйткені өзімізді әлі көп біраз тәрбиені талап етіп жатырмыз да. Яғни толық тәрбиеленген болып есептелмейміз деген сияқты. Бірақ үйдің ішінде әр баламен жеке көңіл бөліп, көбірек сөйлесіп, іште жатқан нәрсені көбірек ақтаруға мән беру керек деп ойлаймын. Содан кейін ол баланы өскен сайын ол бала кішкене өтірік сөйлеуден, көп сылтау айтудан сол жағынан бақылауды күшейту керек. Өйткені сырттағы әсер, мектеп бар, көшедегі балалар бар, көршілері бар деген сияқты. Соның бәрін жаңағыдай ол баланы мысалы спорт жағынан немесе медресеге түсірсе осы бағыттарда тренері бола ма, ұстазы бола ма, сол арқылы да тәрбиені бақылауда ұстау керек. Өйткені ол әке-шеше болғаннан кейін, ол әке-шешесінің артықшылығын да кемшілігін де біледі. Ал сырттағы бір-екі сенімді адамыңыз болса, соларға тапсырып қойсаңыз, солар арқылы да арғай оның бәрі несін тәрбиелік жүйесін бақылауға болады ақырын-ақырын. 100% болмаса да, енді жалпы алған кезде, өйткені спорттың өзі балаға біраз нәрсе береді. Жақсы тренері жақсы болса, ал медреседе жаңағыдай Алланың өзін үйреткен, жаңағыдай бізге жіберген кәләмі дейді ғой, сөздерін үйретеді. Ол жақта тәрбие, екі жақ тәрбие, осы екі бағыттағы тәрбие өте маңызды деп ойлаймын. Біз енді интернетке қазір көп байқауымыз бойынша балалар, кішкентай балаларға планшет сатқызып қояды, телефонға үйретіп қояды. Яғни ол кішкене әйтеуір мазамды алмасын деп, көп үйде жаңағыдай у-шу болмасын. Сосын кішкентай бір не дейді жаңағыдай каприз дейді ғой. Каприздарын жабу үшін жаңағыдай өзіміз соған үйретіп қоямыз. Егер жарайды, баланы интернеттен, планшеттен мүлдем жаңағыдай тасастауға болмайды бір жағынан. Бәрі шартпен болу керек. Баламен саудаласа білу керек. Мысалы, бір апта бойы сабақ па, 5 күн бойы сабақ, 2 күн демалыс па, 5 күн ішінде тәртібімен бүкіл мектептегі үлгерімі жақсы болса, сенбі-жексенбіге жақсы жаңағыдай жерлерге апару, немесе жаңағыдай телефонда ойындар ойнатып, жаңағыдай интернетке бір белгілі бір бағытта жаңағыдай рұқсат беруге болады. Немесе тым болмағанда күнде кешке бір 30-40 минут интернет телефонға отырғызу, бірақ күні бойы егер оның жаңағыдай айтылған шарттарын орындаса. Мысалы ол үйірмеге барады, мектепке барады. Үйірме дегенде жаңа несіне? Бір спорт секциясына ма, үйірмесіне ма, басқа бір үйірмеге. Сол жағынан егер ешқандай бір оған деген шағым болмаса, сол жаңа тренерінен, ұстаздарынан мектепте ешқандай шағым болмаса, болды. Яғни ол сол бір күндік үлгерімі таза болды, дұрыс болды. Яғни соның есесіне бүгін онда саған кішкене бір жарты сағат отыру рұқсат. Неге? Өйткені жалпы баланың психологиясына, мысалы көз дейді, миына да оның ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше аз-аздан жиналатын зияндары бар да. Өйткені бәріміз сол хабардармыз, гаджеттардың бізге қаншалықты, әсіресе кішкентай балалар қаншалықты зиянды екен. Тіпті жай бала ұйықтап жатқан жерде де оны кішкене алысырақ ұстаған дұрыс. Қазір Wi-Fi деген нәрсе бар. Телефон бәрі қазір тексерілген, оның бәрі зерттеліп келіп бәрімізге көрсетілген. Сондықтан осы гаджет мәселесімен біз
дұрыс та баланың денсаулығы, болашағы үшін оны жалпы бақылауды толық ұстау керек. Бәрі шартпен болу керек. Өйткені бала өзі белгілі бір кәмелет жасқа толған шама шартпен саудаласпаса, ол жай ғана бәріміз соны баланы еркелетеміз, бәріміз жақсы көреміз балаларды. Егер жаңағыдай ешбір шартсыз, ешбір мәнсіз оларға айтқан нәрсесін әпере берсек, мақсат, біздің де мақсатымыз орындалмайды. Мысалы, мақсат болу керек. Баламен саудаласу керек, бір кәмелет жасқа дейін, мысалы 13-14 жасқа дейін. Ол спортпен айналысу мүмкін, ол әйтеуір жүрді айналысып. Оған жаңағыдай бағыт беріп отыру керек та, сөйлесіп. Сен не үшін айналысып спортпен? Ертең нағыз спортсмен болу үшін. Ертең өзім шәкірт тәрбиелеу үшін. Үлкен-үлкен чемпиондыққа жету үшін. Деген сияқты. Осыны көптеген мақсаттарды айқындап, ақырын-ақырын көрсеткіштерін көрсетіп отырып, бала өзінің мақсатын білу керек. Сізде телефон бар. Қолданасыз. Жалпы қалай қолданасыз? Қиын емес пе қолдану? Мен телефоным өзі iPhone ішінде VoiceOver деген программасы бар. Сол өзі сөйлейді. Сөйлеу барысында экранына саусақпен бір басқан кезде ол көрсетіп тұрған нәрсені, басқан нәрсені айтып береді не екенін. Екі рет басса, ол соған кіреді. Яғни біз ВКонтакте болсын, Facebook болсын, YouTube, жаңағы WhatsApp бәрімен көзі көретін адам сияқты пайдалана бере аламыз. Мысалы, мен сізге кәдімгідей хат жіберіп, смайликтер жіберіп, еркін сізбен сөйлесе аламын, сіз мені көрмейтінімді білмей қаласыз бәлкім. Қазір техника дамыған, жалпы басқа да техника жаңағыдай тәсілдер бар, программалар бар. Арнайы компьютерлер бар, арнайы, мысалы, A4 деген қағаз бар. Сол жаңа A4 кітап болсын, сол бір арнайы аппараттарға сіз соны қойсаңыз, ол сізге бәрін оқып береді. Тіпті жаңағыдай фотоға түсіріп, жаңағыдай экранға бір қойып қойсаңыз, не нәрсе екен, түсі қандай екен, сізге жалпы баяндап беретін де қазір программалар бар. Сонысы мен ыңғайлы, өйткені біз қоғаммен көбірек араласып отырсамыз, тек қана ішінде мүгедек адамдар бар. Әр облыста, шетелде деген сияқты. Тек қана көз жағынан емес, әртүрлі. Аяқ жағынан, қай жағынан болмасын. Олармен де бір қолдау білдіріп, үйден шыға алмай отырған мүгедектер болады. Олармен де біз хабарда болып тұруымыз керек. Бала кезіңізде көзіңіз көрді ғой, негізі? Кішкентай кезімде көрген. Кейін жарақаттары барысында сол себептермен көрмей алды. Бала кезде негізі әлсіз бала болғанбыз. Әлсіз болғанда... Бала кезде болды ма? Спортқа шұғылданған? Өте ешқандай бір не болған жоқ. Жүгіру? Жоқ, ешқандай спортқа бір жақындығым болған жоқ. Бірақ армандарым бар еді. Мен спортсмендер біз үшін бір қол жетімсіз бір нәрсе деп ойлайтын едік те. Ешқандай хабарым болған жоқ ешқандай спорттан. Өйткені біздің көзіміз әлсіз болғаннан кейін дәрігерлердің де бізге жаңағыдай рұқсат бермеу бар. Өйткені көздің кішкене болады қандай, көз сақтау керек деген нәрсе. Әсер алмау керек, күштік әсерге мүлдем рұқсат берілмегеннен кейін біз күтім болды бізде. Сол үшін ешқандай спортқа нем жоқ. Бірақ кейін көз толық кеткеннен кейін қазіргі өзіміз екі тренеріміз бар. Оразов Дәурен және Қонысбаев Жандос деген ағаларымыз бар. Яғни дзюдо спорты бойынша. Біз кездесіп сол кісілермен кездесіп қалып, танысып қалып, бізге ұсыныс түсті. Біз ұсынысты дұрыс қабылдап, досым екеуміз, Ерғали деген досым бар, сол екеуміз бастап кеттік. Қазір жақында осы жылы жақында 4 жыл болады бастағанымызға. 4 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жеттіңіз? Біз үшін көрсеткіш Қазақстан чемпионаты болды, пара дзюдо бойынша. Яғни паралимпиада дейді ғой. Сол сияқты ішінде пара дзюдо бағыты бар. Кәдімгі дзюдо, жаңа несі бәрі бірдей, тәсілдері. Бірақ жаңағыдай жаға жем болып ұстатқызып қойып, күресті бастап кетеміз. Оның ішінде жаңағыдай көзі нашар көретіндер бар, сәл нашар көретіндер бар,
және мүлдем көрмейтіндер бар, үшке бөлінеді. Бірақ ол жерден көзі сәл көретін болса да, жаңағыдай, яғни орташа бір көзбен көрмей ма, әлде көзілдірік тағатындар ма, көз көрмей ма, оны бөлмейді. Бәрін бірдей күрестіреді. Сол бұл жерде негізі бізге кішкене үлкен сұрақ тудырады. Өйткені бізде негізі 4 жыл деген біз үшін тәжірибе аз деп есептейміз. Бізде өйткені жарыстар көбінесе шетелде, оған егер ақшалай қаржы жағынан мүмкіншілік болса барамыз, болмаса бара алмаймыз. Бізде енді көтеріліп жатыр. 2016-ның аяғынан бастап бұған қолдау білдіріліп жатыр. Мемлекет тарапынан қазан айында Азия ойындары болды, Индонезия мемлекетінің астанасы Джакарта қаласында. Жалпы комплекс спорт ойындары. Соның ішінде парадзюдо бойынша құрама командамен барып, жалпы командалық есеп 3-ші орын. Жапондықтармен шығып, соларда отырып 3-ші орын алдық. Енді өзірде 2 номинация болады, жекелей сын және жалпы командалық. Мысалы, жалпы командалық деген, ол да сол жекелей сынмен бірдей жүреді. Бірақ әр мемлекет өзінің әр салмақта 5-5 мықты спортсменін қояды. Сол 5-5-тен жеке-жеке күресіп, жалпы есеп бойынша ұтылған ұтылды, ол қалатты, ұтқаны жоғары кете береді. Біз бір мемлекетке есе жібердік, Иран командасына. Кейін барып, Аллаға шүкір, ең соңында әйтеуір жапондықтармен шығып, Аллаға шүкір, сондай бір көрсеткіш болды. Енді біз үшін бір үлкен қуаныш, әрине, ағаларымыз бар, қолдайтын басқа командалық әріптес спортсмендеріміз бар. Бір-бірімізге әйтеуір, бір-бірімізге массажист болдық, қолдау білдіріп, сол аяғына дейін әйтеуір бір кішкентай бір көрсеткішке ие болдық деп есептейміз. Бізге былай айтқанда да зағип дейді ғой. Біз өзі соқыр деп айтамыз, енді өсілімізден. Соқырлары жоқ мемлекеттер қиын. Кейбір мемлекеттер бар, олардың бәрі көздері жақсы. Машина айдап, футболды кәдімгідей үлкен дені сау адамдар сияқты ойнап жүрген спортсмендер бар. Олардың арасында бірде-бір соқыр жоқ. Немесе бір-екеуі болуы мүмкін, бірақ сол мемлекеттер бізге қиын. Ал қай мемлекеттің зағиптары мүлдем көрмейтіндер көп, олар артта тұр әзірге. Оның ішінде мысалы Индия бар, Таиланд бар. Осындай мемлекеттер. Енді ол дзюдо жағынан қатты сондай дамымаса да, бірақ олардың ішінде де көз көрмейтіндер кәдімгідей әділ түрде алынған екен. Мүлдем көрмейтіндерді бөлек күрестіріп, шамаланды, жартылай көретіндерді, шамалы көретіндер бөлек күрестірген абзал болады. Өйткені басқа спорт түрлерінде де солай. Жүзу болсын, шахмат болсын, көріп жүрміз ғой, Джакартада көрдік. Олар жекелей сында өздері жеке. Штанга болсын, басқа не болсын, бірақ бізде әзірге бөлінген жоқ, бірақ ол үміт етеміз, біз егер қартайып қалмағанша, осындай бір жаңалық болып қала ма деп. Бәлкім осы Токиодан кейін болып қалар. Бауыржан, көк кілемге шығасыз ғой енді, алдыңызда қарсыласыңыз. Сол қарсыласыңыздың айла тәсілдерін қалай білесіз? Бәрі көретін адам алдап кете алады. Өйткені олар бала кезден күресіп жүрген жігіттер арамызда. Көздері көреді. Әркез сбор дейді ғой жаңа. Оқу жаттығу жиындарынан шықпайтын жігіттер көп. Олар енді әбден сылған жігіттер. Бірақ біз солармен енді күрес оны ойланатын нәрсесі жоқ. Аяғына дейін күресеміз. Бірақ сол үшін мен көп тұрып күресу, сосын партер дейді, отырып жатып күресу, екіге бөлінеді ғой. Тұрып күресте көп жүрмеймін. Өйткені көрмегеннен кейін бірден жаңағыдай шабуылға шығу тәсілім бар. Шабуылға шығып, оны партерға қалай болса алып кету менің тәсілім. Өйткені тұрып күресуде көптеген айла тәсілдер бізге қолданылады. Оларды өйткені білет, көзі көрмейтінге қандай тәсіл қолдану керек екенді біліп қояды. Және де опережение дейді, опережение дейді жаңағыдай. Бірінші болып үлгеріп қалу. Сол үшін партер маған ыңғайлы, партерға егер түссе, мен сол жерде біраз ұстап қалуға тырысам. Ұпай алып. Мен бағытым осы партер. Олар көбісі ойлайды, джиу-джитсу грэпплер деп ойлайды, мен бірақ ешқандай джиу-джитсу грэпплерға мен ешқандай қатысқан жоқпын. Осы дзюдо. Тек қана дзюдо. Өмірде жалпы достарың көп пе? Достарым көп, иә. Нағыз дос деген қандай болу керек? Нағыз дос деген
сіз досым деп есептейтін адамның өзіңіздің қолыңызға қалтасына салып ішінен не алсаңыз да соған сізбен санаспайтын, жаңағыдай сізге ешқандай реніш білдірмейтін адамды айтады деп ойлаймын. Сіздің қалтаңызда мысалы қанша ақшаңыз бар, мен сіздің қалтаңыздан бір тықымды алдым, болды, бисмилля деп санаспайтын бауырды айтады. Әрине өзінде несі бар, мөлшері бар негізі. Сосын әр кезде телефонды уақытында алып, телефонға максималды түрде жауап беріп, сізге деген көңіліңізді ашық білдіретін бауырда дос деп айтады деп ойлаймын. Көз көрмей қалғаннан кейінгі достар көбінесе қазір менде. Өмір көрсетті дейсіз. Өмір көрсетті, бірақ ешкімге реніш жоқ. Ол кезде бәріміз бала болдық. Былай бір көрісіп қалсақ, сәлем түзу, бірақ дос деп мен көзім көрмей қалған кезде, кейін көрмегеннен кейін маған қолдау білдіріп, үйіме мен ол кезде енді кішкене қиындау жағдайда болдым. Үйде бір жыл үйден шыға алмай қалдым. Өйткені бір күйден екінші күйге көшу деген ол біреу көтереді, біреу көтере алмайды оны. Бірақ өзім Аллаға шүкір енді осыған көз көрмеген ешқандай бір маған ешқандай шағым жоқ, бір реніш жоқ ешкімге. Ол Алланың қалауымен, сондықтан өзіміз осыған көндік. Бауыржанның күнделікті өмірі қалай өтеді? Күнделікті өмір енді таңертең тұрамыз. Бір таңертең тұрғаннан кейін отбасымызбен бір шай ішіп деген сияқты. Содан кейін бір жоспар жасалады, қысқа ғана. Жұмыспен басталды жалпы. Жұмыс менде 2-3 бағытым бар жұмыс барысында. Жұмыс істейсіз, иә? Қандай жұмыстар? Өзім кішкентай балаларға тәрбиеші болып жұмыс істеймін, бір мекемеде. Содан кейін тандыр самсаханада жұмыс істеймін. Ол жерде администратор маманы бойынша кейін самса, тандыр самсаларды сатамыз халыққа. Өзіміз жаңағыдай қасымда аспазшысы бар, өзім фартукты киіп алып, соған жаңағыдай бірде кассир боламыз, бірде администратор, бірде доставка дейді, жаңағы самсаны заказ берген жерге нетіп, уақытында апарып, соны сыртқа да сату. Өзіңіз апарасыз? Өзім кейде көмектеседі бауырларымыз. Көшеде жүріп тұру негізі әр күн риск. Бірақ енді үйден шыққан кезде тәуекел жасап, Аллаға бір бисмиллямен шығып. Өйткені айтады ғой, қасқырды аяқ асырайды дейді. Біз енді қасқыр болмасақ та. Жалпы енді күнде ниетімізді түзу қылып ұстау керек қой. Енді бала шағамызды асырау мәселе. Сосын ризық табу, адал ризық табу. Сол ниетпен шыққаннан кейін енді ешкімде ешқандай гарантия жоқ қой. Сау адам өмірдің аяғына дейін сау боламын деп ешқашан гарантия бере алмайды ғой. Осыншама жасқа өмір сүремін деп, сондықтан көшеде халық бар, адамдар бар, мейірімді адамдар бар ғой. Көмектесіп жүреді. Білмейтін жеріміз болса, білмеген жолымыз болса, жолдан өткізіп жүреді, сұрағымызға жауап береді деген сияқты. Жалғыз емеспіз әйтеуір, бар адамдар көмектеседі. Аялдамалардың өзі әртүрлі болады. Бір үлкен даңғыл, үлкен көшелердің аялдамалары болады. Ол жерде автобустар көп. Ол жерде кішкене жоғаламыз. Жоғалған кезде автобустар тез-тез бір-бірінің артынан келіп жатқаннан кейін тез-тез есігін ашып, адамдар кіргізіп шығарып, тез кетіп қалады. Ол кезде біз сұраймыз. Бұл жерде адам тауып, мынау нөмір қандай, мынау нөмір қандай, немесе есігін алдына барамын, нөмірін сұраймын мысалы, үлгерсем. Ал жаңағы кішігірім аялдамаларда білеміз, бір-екі автобус, 2-3 автобус ғана жүретін. Ол кішкене оңай. Оны көп жанымдағы адамдарын сұрап, ол жағынан тәуелді болмаймыз, оны кішкене игере аламыз да. Сондықтан жаңағыдай бірінші ситуация барысында сол бақылаймыз да. Қай жердеміз, қаншалықты мына жерде қозғалыс. Егер қиналып бара жатсақ, сол жаңағы адамдар ғой, бізге көмектесетін. Менің көзім кішкене шамалы байқауларыңыз бойынша ағарғаны бар. Осы соңғы жылдары. Осы ағармай тұрған кезде, көзім кәдімгідей сау адам сияқты жүрген кезде көп еститін де осындай сөздерді. Қатты айтатын сөздер болатын тіпті. Олар енді таяқты байқамай қалады, болмаса жай аяғы сәл ақсақ деп ойлауы мүмкін. Бірақ көз көрмейтін білмейді ғой.
қазір кішкене ағарғаннан кейін мен өзім көзілдік таға алмаймын, шын айтсам. Маған ыңғайсыз. Анда мында соғылып қаласыз, ұшып кетеді ол көзілдірік, бір ыңғайсыз. Өмір бойы жаңағыдай осыған дейін бала кезден тақтық қой. Былайша айтқанда очкарик болып жүрдік қой енді. Бала тілімен айтқан кезде. Енді қазір еркіндікті. Мүлдем шаршады өз көзілдіріктен. Сол үшін шамалы көзден білінеді. Сондықтан мен былай адамға қараймын, қарағаннан кейін болды өзі қатты сөздер айтқанмен жаңағыдай кешірім сұрап кетіп қалады да. Немесе маған ешнәрсе айтпай отыра беремін. Шын айтайын, кейде бір жағдайлар болады. Енді бұл не әсер екенін білмеймін, қазір қоғам бұзылып бара жатыр деп айту оңай, бәріміздің сөзіміз сол ғой. Бірақ оны Алла біледі енді. Әр адамның өзінде бір кішкентай дәнек болса да мейірім бар ғой. Ол бір дәнек дей ме, үлкен мейірім бар жүрегінде. Бірақ жаңағыда асығыстық, ойда көбірек ақша табу, дүние байып қалу мақсатымен жүргендерде енді мейірім болғанмен жаңағыдай көп сол мейірімді арттыру жағынан көп жұмыс істемейтін адамдар көп сияқты. Бәрі ситуацияға байланысты. Күтпеген жерден бір мейірімсіз көрген адам өзінен мейірім көріп қалатын кездер де болады. Біздің өзіміздің байқау үшін қойылатын қарсы бағыттағы да сұрақтарымыз болады. Бірақ оны бір жеке бір тізімге қойып қоямыз сондай бір адамдар, күмәнді адамдарды. Әсіресе біз енді өзіміздің тағдырлас дейді ғой, жаңағы мүгедектер бар. Олармен бірге жүрсек, біз көп талқылаймыз. Мысалы, мына адам қалай ойлайсың, бұл адам былай ма, ары қарай қалай сөйлесуге болады бұл кісімен? Мысалы, осы бағытта, осы тақырыпта сөйлесуге болатын адам ба, әлде былай таныс ретінде ма, қалай деген сияқты біз кейде талқылайтын мәселелеріміз болады. Енді мүгедектермен. Өйткені ол мен досым көзі көрмесе де, оның өзінің пікірі бар, оның өзінің несі бар, бір психологиясымен бір жасайтын қорытындылар бар да. Ол былай айтады, жақсы жағын айтады, мен мына жақсы жағын айтамын. Бірақ ол жақсы таныс адам болуы мүмкін да бізге. Сосын салыстырамыз кәдімгідей. Осылай болады. Егер өзім жалғыз болсақ, енді оны кішкене басқа көз көретін адамдардан да сыртқы біз көре алмайтын нәрсені, қимыл қозғалысын, мысалы жалтақ бол, қимыл қозғалысы қандай, әлде кішкене түрі бір түрлі біреу ма, соны кейде сұрап қоямыз. Ол да бізге керек. Енді алданып қалмау сол. Сол ғой бәрімізге алданып қалмау. Өйткені көз көрмейтіндерде кішкене тіл жағынан да дамыған ғой, көз көрмесе де бәлкім. Яғни ол нені талап етеді мысалы? Өзі бір мөлшері бар, олармен сөйлесу, мысалы, ол маған ақша керек па, әлде бір дистанция ұстау керек қой, жалпы кейбір адамдармен. Дистанция ұстау керек. Мен көбінесе қалтамдағы ақшамды бөліп қойып отырамын. Сосын есімде тұрады мысалы. Менде мысалы қас қалтамда 2,5 мың теңгем бар. Үйде әйелім бар, достарым бар. Мынауғанша бір асығып тұрсам да қарап аламын. Сосын бір өзінің несі бар, тәсілдері бар. Кішкентай ақшаны ортасына қоямын, үлкендері сыртында тұрады деген сияқты. Немесе бөліп қоямын. 5 мың ондықтар бөлек тұрады, кішкентайлар бөлек тұрады. Көп жағдайда мен өзім бөліп тұрған ақшамды да сізден сұрай аламын да. Мысалы, сіз сатушысыз. Бауырымна қанша айта саламын да? Деген сияқты, мысалы, таксида жүрген кезде. Маған керек те, мысалы, мен сізге кіріп тұрамын. Сонда бір рет мен сізді тексеріп алуым мүмкін бе? Бірақ негізі көп жағдайда алдамайды. Өйткені үлкен нәрсені тексеріп жүреміз. Кішігірім нәрсе білінбейді ғой, бәрі алдаса да ол біліп қалдық па, болды ғой, оны біліп отырамыз сол кісіні. Оған дайындалып барамын мен алдына енді келесі жолы. Бірақ алдау деген өте сирек. Әр адамның Алла тағала мейірім салып қойған да. Жүрегіне мейірім салып қойған әр адам. Ол көрген кезде енді біз бірден өзіміздің қазақтар ойлайды ғой, мына кісінің қарғысынан аулақ болайын деген сияқты. Біз қарғайтын адам емеспіз. Әркім өзінің тартатыны бар. Жазаның екі түрі бар ғой. Жақсы жағынан, жаман жағынан. Бірақ бізде жаман жаза деген жаман мағынада қолданылады. Негізі жаза әр адамның өзінің көретін несі бар, жазасы бар.
жаза деген мағына араб тілінде, яғни ол жақсылық істесе соның есесін көреді, жамандық істесе соның азабын көреді деген сияқты. Сол сияқты ешкім ол өз ниетіне сай, әркім өзінің несін көреді ертеңгі күні ақыретте. Ол шаң тозаңдай болса да деп айтылады ғой. Зілзала сүресінде. Шаң тозаңдай жамандық жасаса, шаң тозаңдай жақсылық жасаса да. Сондықтан ешқандай асып кетпейді да, кеміп кетпейді да, ол нәрсе ниетіне бәрі сай болады. Ендігі келесі сұрақ, біз адамды алдаймыз ба деген сұрақ та, мысалы. Көз көрмей тұрып, ол да болып қалуы мүмкін. Қазір қоғамда мұқтаж болып жүрген жандар көбейіп кетті. Ол денсаулық жағынан болсын, жоқшылық жағынан болсын, тұрмыстық жағынан, жаңа күйеуім жоқ, балам ауырады деген сияқты. Қазір интернетте қазір сол интернет жүйесінде көбейіп кетті ондай хабарламалар. Оның жаңағыдай жалған ақпараттарды көбейгені түсінікті. Тіпті сол арқылы ақша істеп жүрген, бизнес жасап жүргенде адамдар көбейіп барады негізі. Енді бізден мүгедек болып тұрып, яғни болмаса бір мұқтаж болып тұрып, дені сау, қалыпты адамдарды, қоғамдағы адамдарды алдау деген нәрсе бар. Яғни өз-өзін өтірік мұқтаж болып көрсету. Бірақ негізсіз толық мұқтаж емессіз де. Мүмкін сіздің көрінісіңіз солай көрініп тұр, бір жеріңіз кем шығар. Бірақ оны жаңағыдай адамдардың алдында үлкен қылып көрсету. Бір актерлық бір өнерді, жалған бір актерлық өнерді бір адамдарға паш ету да, мысалы. Сол жағынан алдау деген бар. Яғни ол адамдар әртүрлі. Өзі кемтар мүгедек болып тұрып та, осылай ақша істеп, біраз кішкене қалтасын көтергісі келетін адамдар да бар. Сондықтан қандай мүгедек, қандай мұқтаж болмасын, оны тексеріп алған дұрыс. Оның ешқандай айыбы жоқ. Басқа мұқтаждардың ақысын жеп қояды. Бір адамға 10 адамға тиесілі, 20-30 адамға тіпті сонда көп адамға тиесілі, бір адамның өзі алып қою мүмкін. Ондай адамдар негізі тәжірибелі, өте үлкен бір тексеруші маман болу керек. Қорларда болсын, сонда ұйымдарда зекеттік бір жаңағыдай мұқтаждарға жәрдем беретін ұйымдар тексеруші мамандар болу керек. Тіпті арнайы официально жұмыс істейтін қорлардың адамдары енді бір жағынан бір түрлі көріну мүмкін, бірақ жаңағыдай жесір, күйеуім жоқ, балам ауырады, 4-5 балам бар, одан көп балам бар деп жүргендерді тексерген кезде, оның күйеуі болып қалуы мүмкін. Өтірік інісі болып жүре ме, ағасы болып жүре ме, оны Алла біледі, мысалы. Енді оны айтқанмен бір түрлі көріну мүмкін, мен айтқаным қазір. Бірақ ол болып жатқан нәрсе. Өйткені өзімізді кейде соған куә болып қалып жатырмыз. Өйткені біз де сол мұқтаждардың арасында жүрген адамбыз ғой, олармен араласып, жаңағыдай сол қалай айтсам араласып, неше түрлі оқиғаларды, тіпті алыс бір таныстардан шығып жатқан кездер болып отыр да. Мысалы, тіпті тіс щеткасының өзіне қарауға болады. Үйде қанша тіс щеткасы бар тұр. Осынша баласы бар екен өзінің. Тіпті енді ол сол жағынан ақырын ғана көрсетпей, көңілге тимейтіндей толық көз жеткізу үшін тексеру керек оның бәрін. Соған апара жатыр. Неге? Ол неге? Жаңа адамды бір сылтау табу үшін емес. Оған көмгіспей қояйық, оны жаңағы тізімнен шарпсайық деген емес. Жаңа жалғаншы адамдарды анықтау мақсатында. Өйткені бұл Астана болғаннан кейін көп адамдардың мына жаққа келетін мақсаты, мен осы жерде пәтер алайын, осы Астананың адамы болып, осы жерде қалыптасайын, осы жерде бай болайын, жағдайымды түзеу үшін болғаннан кейін, бізде осындай мегаполис жерлерде әсіресе бақылауды күшейту керек. Неге? Өйткені нағыз мұқтаждар, бәлкім олар ауылда, бәлкім олар айдалада. Айдалаға барып оларға мүмкін жылына бір 5 рет көмектесер мүмкін. Одан аз, одан көп көмектесер, бірақ қаладағыдай емес.
Қалада бәлкім оған бір адам қанша ұйымдарда тізімде болуы мүмкін. Бір адам, бір ауру балам бар деп бақ. Өзі дұрыс, бір кішкене ауыратын баласы бар енді. Ол жаңағы несі дұрысты, оныкі үлкен де, оның несі жарнамасы. Үлкен және әдемі жазылған. Адамдар арты оған ақша жібереді, тексермейді, қарамайды. Мына жақта ауылда қаңырап жатқан нағыз мұқтаждар бар да. Сондықтан әркімнің өзінің ақысы бар. Біз берген садақа зекетімізге жауап береміз. Ол дұрыс жерге бару керек. Сіз мысалы алдыңызға бір арақ шарап ішетін біреу кеп тұрса, сізге жалынып тұрса, бірақ сіз көріп тұрсыз ол ішетін, өйткені оның иісінен де түрінен де көрініп тұр. Жарайды, ешнәрсе етпейді, сіз бересіз. Бірақ ол сіз оған өлімге апаратқан, өлімге жақындатып жатқан нәрсеге көмегіңіз тигізіп жатсыз да. Арақ ол зиян оған. Ол өзі, ол сылтау көп, жай сіз бере саласыз, өзі біледі, мен нанға берем деп. Бірақ ол сол арағына береді, бірақ ол сол нәрсеге өлімге өзін апара жатыр ақырын-ақырын. Сіз оған жәрдемдесіп жатсыз да. Себепші боласыз, яғни. Темекі болсын, арақ болсын. Сондықтан одан да мысалы нан сатып алып беріңіз. Неге сіз ақшалай бересіз? Болмаса қарын ашып тұрса, жаңағы наным ба, басқа бір суым ба, әпере салыңыз. Дүкен тұр ғой. Сондай жаныңыз ашып бараса, шай әперіңіз, ішіп алсын. Оны айтып жатқаны өтірік та өйткені. Сылтау. Бірақ негізі жоқ деген, болады ғой адамдар. Мен жағдайым жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп, жоқ деп айта беретін адам, ақырет күнінде Алланың алдына беті тырналған болып келеді деген бір сондай бір нелер бар да, белгілер бар. Жүзі қара болып келетін деп келеді, бірақ беті тырналған болып келеді деп айтады да. Сондықтан Алла сақтасын, ондайлардан болмайық. Шын мұқтаж болса, жаңағыда бәріне жария салмай ондай. Мүмкін жекелей бір жағдайын түсіндірсеңіз, мысалы сұрамай-ақ өздері іздеп жүрген адамдар бар. Сұрамайды. Көрсетпейтін бар, ұялады. Әйтеуір күні-түні жұмыс істеп жүр, бірақ нағыз мұқтаж, рас, баласы ауырады. Бірақ оны ешкімге айтпайды да. Бізде бар қоғамда баласы көзі көрмей туған бауырлар бар. Бірақ оны жақын достары білуі мүмкін, көбісі білмейді. Бірақ ол жаңағы көрші мемлекеттерге апарып жатыр, баласын көрсетіп. Әрекетін жасап жатыр. Бизнеске көшеді, бір болмайды, екінші жұмысқа нетеді, бастайды. Әйтеуір тірлікпен жүрді. Бірақ ол барып бүкіл жерге жарнама қылып, өз мұқтаждығын паш етіп, көз жасын етіп, жаңағыда көрсетіп жатқан жан емес та. Ол да мұқтаж болып есептеледі бәлкім. Жаңағыда пәтер жалдап, әйтеуір қиналып жүрген көреміз. Бірақ жаңағыда ешкім ешнәрсе сұрамайды. Ешкім ешнәрсе сұрамасаңыз да, берген нәрсені қолын қайтармай алуға болады мысалы. Ол да жақсы. Өзі үйде отырмау керек ең бастысы. Үйде отырса адам түніліп қалады. Түнілгеннен кейін ол ашушаң болуы мүмкін. Немесе мүлдем жабылып қалуы мүмкін. Сосын ол жаңағы жақын отбасыдағы әке-шешеңізге, бауырларыңызға көрсетесіз бүкіл мінезіңізді. Жалпы қоғаммен көп араласуға тырысу керек. Жарайды, ол қоғамда әртүрлі адамдар болады. Біреуге алданасыз, біреуден біраз нәрсе аласыз, біреумен дос боласыз. Енді ол солай өмір солай. Бәріміз де сол ғой. Мен мысалы өзім шын айтсам, адамдар арасында жүрген кезде өзім көзім көрмейді, анау деп ұмытып кетемісің, оны ойламайсың да. Көшеде кеттіңіз, біреумен соғып қалдыңыз қатты мысалы. Енді ол да байқамады, мен де байқамадым. Ол көрсе де байқамады да өйткені. Мен көрмесем де байқамадым. Ол осақ айырмашылық бітті. Бірақ жаңағыдай енді ең бастысы кешір болды. Егер бір претензия болса, онда жаңағыдай тұрасыз түсіндіріп. Әсіресе енді кішкене әйел адамдармен не болып қалады енді. Кішкене сәйкессіздік болып қалады. Қоғамдық тығыз жерлерде. Енді оларға да кешірімнен басталады әңгіме, бірақ түсінбесе енді біздің де жауабымыз дайын деген сияқты. Бірақ сонда да сол жаңағы спорт жағынан болса, іште жиналып қалған нәрсені жұбайымызға емес, татамида шығаруға тырысу керек.
саудада да солай, жұмыста да солай. Бір кезде үндемей қалып, жақсы ғой мысалы. Әр ситуацияға байланысты түрлі мінез қолдану деген бар. Тым жаңағыдай көп сөйлеп кетсең, ол бір жерде болады, бір жерде болмайды. Мүлдем жаңағыдай сөйлеуден онша не болмаса, сөйлеу жағынан онша қабілетін болмаса, ол бір кезде болады, бір кезде болмайды. Сондықтан 2-3 түрлі мінезді әртүрлі ситуацияға дұрыс пайдаланса, сол адам ұтады деп ойлаймын. Өзім позициям жүректегі иманды күшейту керек. Аллаға деген тәуекел, иманымыз кәміл болса, көп деген сұрақтарға автомат түрде өз жауап табылады. Қорытындысы кейін белгілі болады. Осы жүрекпен көбірек жұмыс істеу керек. Бүкіл дененің нағыз ортасы осы жүректегі иман. Өйткені сол жүректегі иманды әлсіретуге, жоқ қылдыруға тырысатын нәрселері бар. Ол нәрселер көп. Сонымен бәрімен күресетін осы жүректегі иман. Отбасын құруда не маңызды, нені ескеру керек? Негізі осы шамамен уақытпен алайық, түсінікті болу үшін. 25 жасты алайық. 25-ке дейін үйленген дұрыс. Ең жоғарғы жас дегенде 25-ке дейін үйленген дұрыс. 25-тен бұлға қарай адам көп таңдай бастайды. Әр түрлі бір кішкентай бір себептерге көп мән бере бастайды. Кейін бойдақтарда көп қорқады олар. Сұрақтары көбейе береді, көбейген үстіне сосын қалай болар екен, жағдай дей беретіндер бар. Сосын қорқу көп болады. Ол жаңағы қорқу дегенде басқаша қорқу да ол. Бойдақтық қорқу. Сосын сол үшін неғұрлым ерте үйленсе, соғұрлым көп мәселе сол дұрыс болады да адамға. Өзі мән беретін негізгі нәрселер бар. Өйткені әр адамның өзінің кемшілігі бар, артықшылығы бар. Егер ол кемшілік санай беретін болсақ, ол ондай адам жоқ кемшіліксіз. Бірақ жаңағыдай әке-шеше бар ма, үлкен ағалар бар ма, олармен ақылдаса отырып, дұрыс адамды ертерек таңдап, үйленіп кету керек. Тәуекел жасадыңыз ба, бірақ бәріне дайын болыңыз. Тәуекел жасадыңыз ба, ары қарай еркек болғаннан кейін өз-өзіңізді қолда ұстап, жаңағыдай сол жағын амал жасау керек. Өйткені оны кейін барып, адам ерте үйленсе, ертерек. Ерте дегенім енді жаңа шамамен 25-25-ке дейінгі жаста. Ертерек үйленді бе, болды. Кейін барып оның өзінің дұрыс жасағанын, кейін барып жемісін көреді ол. Бауыржан, әдемі бағдарламадағы әдемі сұхбатыңа рахмет. Құрметті көрермен, келесіде кездескенше.